Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода таңертең тұрғанда қандай қателіктерді жасамау керек екендігін айтатын боламын. Ендеше видеоға лайк бас, комментарий жаз, видеоның соңына дейін көр, арнаға тіркел. Ендеше видеомызды бастап алайық. Ең бірінші бұл таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін сразу телефонға кіру. Яғни телефонға кіріп, Instagram, YouTube, TikTok-тарға кіру, соцсеттарға кіру. Сендер бұндай жағдайда көп уақыттарыңызды құртып аласыздар. Яғни күндеріңіздің сапасын құртасыздар. Күніңді қалай бастайсың, дәл солай аяқтайсың. Екінші қателіктердің бірі бұл кеш тұру. Ұйқыдан кеш тұрған адам шаршаңқы, ұйқылы болып оянады. Адам нормасын көп ұйықтаса, оның настроениясына, оның мотивациясына кері әсерін береді. Яғни көп ұйықтаған адам мотивация, яғни дофамин жоғалады. Сондықтан нормадан көп ұйықтама. 7-8 сағат жеткілікті болады. Үшінші қателіктердің бірі бұл ұйқыдан тұра салысымен тамақ ішу. Аш қарынға асқазанға тамақ түсетін болса, асқазанның дұрыс жасамауына алып келеді. Сондықтан таңертең ұйқыдан тұра салысымен бір кесе су ішіп, 40 минуттан кейін тамақ ішуіне болады. Төртінші қателіктердің бірі бұл күніңді ең оңай жұмыспен бастау. Егер біз ұйқыдан тұрғанда ең бірінші оңай, тез жасалатын жұмыстан бастайтын болсақ, ең маңызды қиын жұмыстарды артқа шегіндіретін болсақ, біз оны жасамай кетеміз. Сондықтан күніңді ең маңызды жұмысыңнан баста. Егер біз Пареттоның ережесін қолданатын болсақ, яғни 20% қиыншылық, 80% нәтиже береді. Біздің сол 20%-ымыздың ішінде сол ең маңызды істеріміз жатыр. Егер таңертең тұрғаннан кейін біз ең маңызды істен бастайтын болса, яғни 20%, біз сол 80% нәтижеге кеңілеміз, результатын көреміз. Сондықтан ешқашан маңызды істерді артқа қойма. Бірінші ең қиыннан ең маңызды ісіңнен бастауды ұмытпа. Және бесінші, соңғы қателік бұл таңертең ауыр тамақ жеу, көп мөлшерде тамақ ішу. Бұл асқазанның ауруына алып келеді. Таңертең жеңіл тамақ жеңіздер және асқазанға нагрузка түсірмеңіздер. Манты, ет, ауыр тамақтарды жемегеніңіз дұрыс болады. Таңертең салат, немесе овсянка, гречка, пайдалы жеңіл тамақтан бастағаныңыз дұрыс болады. Ал достар, бүгінгі видеоны ат деген ойдамын. Бүгінгі видеода ұйқыда тұрғандағы 5 қателіктер жайлы айтып кеттім. Сондықтан видеоға лайк басып, арнаға тіркелуіңізді сұраймын. Колокольчикті басып, келесі видеоға қандай видео түсіргенімізді қаласаңыздар, комментарияға жазып кетуіңізді сұраймын. Ендеше аман, сау болыңыздар.